Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен бұршақтан дәмі өте керемет болып шығатын салат дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен бұршағымызды суға қайнатып аламыз. Осындай үлкен әдемі бұршақты қайнатып алдым. Одан бөлек бізге светофор бұрышы, қызанақ және қияр қажет болады. Қиярымызды осылай қиғашынан әдемілеп турап аламыз. Және 4-5 тіс сарымсағымызды ұсақтап тураймыз. Бір сәбізімізді корей теркасынан өткізіп аламыз. Сәбізімізге сарымсағымызды қосамыз. Бір кішкентай қасық копченый паприка қосамыз. Бір кішкентай қасық кориандр және жарты шай қасық қара бұрыш қосамыз. Өздеріңіз қалаған дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. 30 мл сұйық майымызды қатты ысытып құямыз. Сұйық майларыңыз күйіп кетпеу қажет. Қалай ысиды, солай құясыздар. Және де 2 ас қасық соя соусын және 1 ас қасық уксус қосамыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Иісі де, дәмі де өте керемет болады заправканың. Бұршағымыздың үстінен көкөністерімізді саламыз. Және де бір тілім етімізді, яғни асылған етімізді осылай соломка қылып турап қосамыз. Оны да көкөністеріміздің үстіне қосамыз. Сәбізімізді саламыз. Жақсылап бүкіл заправкасын қырып саламыз. Қалауларыңызға қарай тұз қосамыз. Және де жарты пучок кинзаны ұсақтап турап қосамыз. Өздеріңіз қалаған көк шөпті қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын болды. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай әдемілеп сәндеп салсаңыздар болады. Бетіне ақ немесе қара күріштен сепсеңіздер болады. Ерекше әдемі болып көрінеді. Мен осындай қызыл қырыққабаттың ішіне де салып, әдемі қылып көрсеттім. Дайындап көруге кеңес беремін. Отбасыларыңызға міндетті түрде ұнайтын салат, дәмі өте керемет, ерекше болып шығады. Менің арнамда бұдан да басқа әдемі дәмді салаттардың рецепттері бар. Рецепттерді жіберіп алмас үшін тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар. Алда бұдан да басқа әдемі дәмді салаттардың рецепттерімен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.